Сәлем достар, бүгін сіздерге зебра пирогының рецептісін ұсынғым келеді. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты салып, жақсылап толықтай аппақ болып көпіргенше миксермен араластырамыз. Оның үстіне қаймағымызды саламыз. Мен 20% дүкеннің қаймағын қостым. Одан кейін ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнның үстіне ас содасын салып, осы електің ішіне араластырамыз. Егер ұнды електен өткізіп салатын болсаңыздар, пирог жақсы болып көтеріледі. Егер ұнды електен өткізбесеңіздер, пирогтарыңыз аласа болып шығуы мүмкін. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мен ұнды барлығын бірден салмадым, үшке бөліп салдым. Сол кезде жақсы миксерленеді және биік болып көтеріледі. Енді осы шыққан қамырды екіге бөлеміз. Бөлек ыдысқа жартысын құямыз. Бірінші ыдысқа 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырларымыз дайын. 2 түрлі қамырға 2 қасық қажет болады. Менде форманың диаметрі 24 см. Әр қайсысынан 2 қасықтан салып шықтым. Араластырып отырып салсаңыздар, зебра жолақтары әдемі көрінеді. Қамырымыз біткенше осылай салып шығамыз. Барлық қамырды салып болдық. Енді осылай ағаш таяқшамен өрнектер салуға болады. Видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, әдемі болып шығады. Пирогты міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Менде 45 минуттай пісті. Бұл пешке байланысты. Пирог керемет болып көтерілді. Шпажканың көмегімен тексеруге болады. Егер шпажкамыз құрғақ таза болып шықса, пирог пісті деген сөз. Құрамында қопсытқыш болмаса да, ас содасының көмегімен керемет жұмсақ болып көтерілді. Сіздерге осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар, кейін пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте оңай жасалады. Видеоның соңына дейін қараған әрбір көрермен сізге алғысым шексіз. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ал мен өз каналымда сіздермен ерекше тағамдардың құпияларымен, әртүрлі рецептермен және де пайдалы кеңестермен бөлісемін.